Таныс болғаны рас, қалғаны жалған. Бүгін Жанқош Тұраровтың адвокаты зорлады деп айып таққан Әнәру Құрманәлінің сөзін жоққа шығарды. Боксшының өзі тілшілермен тілдесуге құлықсыз. Адвокат Әнәру Құрманәлінің мұндай қадамға түрлі мақсатта баруы мүмкін екенін айтады. Хайп қуып немесе ақша тау болмаса әлде біреудің тапсырысы бойынша жасауы ықтимал. Тіпті арыз жазған түні Әнәру полиция бөлімшесіне ащы суға сылқия тойып жартылай жалаңаш келген дейді Самат Мамутов. Олар тағылған айып расталмаса, қызды да сотқа бермекші. Айта кетейік, қазір бұл іс бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, ал Жанқош Тұраров қылмыстық істе күдікті емес, куәгер ретінде тергелуде дейді адвокатым. Дегенмен, Әнәру Құрманәлі әділдік орнайтынына сенімді. Ол өзін 6 жылдан бері алдап, кейін арымды таптады деген боксшының жазалануын сұрайды. Мүмкін ол танымал болу мақсаттары, ақша бопсалау мақсаттары, Жанқош Тұраровтың абыройын түсіру, немесе бөгде адамдардың тапсырмасы, және де басқа версияларды бізде бар. Сотқа дейінгі тергеп тексеру аяқталғаннан кейін арызданушының арызы жалған болып шықса, қылмыстық кодексінің 419 бабының 3 бөлігі бойынша қылмыстық жауапқа тартылады. Бұл бап бойынша 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыратын жаза көзделген.